өте әдемі әрі тойымды салат. Баршаңызға сәлем. Бүгін қонаққа ұсынуға болатын өте дәмді, күшті, тойымды салат дайындаймыз. Оның құрамдары өте оп-оңай. Міне осындай етті соломкалап дейді ғой, солай етіп турап аласыздар. Одан кейін оны қуырып пісіріп аласыздар. Жіңішкелеп турасаңыздар, еттеріңіз тез піседі. Одан кейін міне үй жағдайында картофель пай қуырып алды. Және де бізге мен бір тарелкаға жасағаннан кейін міне маған осындай кішкентайлау қызыл пияз керек болады. Және де міне алдын ала аршып дайындап алған қиярымыз керек. Немесе осының тұздалған қияр түрін салсаңыздар да болады, корнишоны салсаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіздің ойларыңызға байланысты, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мен үйде бар нәрселермен жасап жатырмын. Және де осындай алдын ала жуып дайындап алған салат жапырағы қажет. Енді міне салатымызды бастаймыз. Қызыл жуаны осылай ұзынша етіп жіңішкелеп турап аламыз. Жіңішкелеп турағандарымыз жақсырақ болады. Жеген кезде, араласқан кезде қатты білінбейтін болады, жіңішкелеп турасаңыздар. Осылай тарелкамызға жайғастырып аламыз. Үлкендеу тарелка алғандарыңыз дұрыс болады. Бір шетіне орналастырып аламыз. Одан кейін қасына қуырып алған картофель пайымызды қоямыз. Енді оның қасына етімізді қоямыз. Мына жағына қойсақ болады. Алып алдық. Енді қиярымызды тураймыз. Бұны да ұзыншалап турағанымыз дұрыс болады. Өте әдемі болып көрінеді сол кезде. Жіңішкелетіп турасаңыздар тіпті жақсы. Барынша жеген кезде приятно болу үшін. Міне осындай соломка болып туралған қиярларымызды енді орналастырамыз. Жіңішке қылып турасаңыздар өте әдемі болып тұрады. Күшті болып шықты міне осындай. Ендігі кезек біздің салат жапырағымызда. Бұны да мен жуып алғаннан кейін салқын суға салып қойдым. Бірақ қатты ұзақ ұстамаңыздар. Бұны да жіңішкелеп тураймыз. Міне біздің салат жапырағымызда туралды. Міне көргендеріңіздей, мыналарды басып тастамаймыз. Осылай әдемі тау болып үйіп қоямыз. Енді ортасына майонез саламыз. Осылай ортасына майонезімізді қоямыз. Қалауларыңызша әртүрлі алып сәндесеңіздер болады. Мен майонезді ортасына қойдым, немесе бетіне осылай жағып шықсаңыздар да болады.